Ақбілек романы. Бірінші бөлім. Жүсіпбек Аймауытовтың романы бойынша қазақша комикс. Марқакөлде майға бөккен мал мен ел. Тау ызғары жамбасынан өткен соң, етектегі қыстауына еңбектесіп түскен шақ. Мамырбайдың малайлары қора жамап, пешін қалап, үйін сылап болған еді. Мамырбайдың бәйбішесі маң-маң басып, малайларға киіз үйін қағып сілкіп, жинатқызып жүрген еді. Көзім тартып тұрғаны нес? Мамырбайдың ақбілегі ақ көйлегін көлеңдетіп, қызыл-жасыл көрпелерін қағып үйге әкелген еді. Жай тартады да, қуанарсың, қай көзің? Қуанар ем, сол көзім. Күн батпай-ақ көз барында іннен шыққан қасқырларша шұбап шықты төрт атты. Ах, сволыш, тап атты. Төре, тақсыр, ой құдай-ай, аясайшы, бейуазек қой. Жина, ұмтыл, қаш, тығыл. Сыртқы есікке жетер-жетпесте Мамырбайдың кеудесі үңірейген үш мылтықтың аузына тірелді. Бай шалқалап, мұрттай ұшты. Мына, қайдан келесің? Мә саған, мына, тап деген соң, тап қызды. Қызым жоқ, ойбай, қыз бар, табасың. Қызым жоқ, өзім табам. Қызды табалмай қайтқан үш орыс бәйбішені етбетінен басып отырып 25 қамшы соқты. Үні шықса, Ақбілегінің жаны қабат шығады ғой. Құшырлана тістеніп, ышқына ыңқылдағаннан басқа дыбыс бермеді. Желге күнге тигізбей, аялап өсірген сәулесін кәпірге қорлыққа қиғаннан өлгені артық емес пе? Ағатай-ай, Ақбілек біздің? Мен едім, құтқар ағатай. Құтқарам, бұқ, жата тұр. Апатай! Мейірімсіз темір қолдар алып ұрып аузын басып жатса да, қолды кейін сермеп, басын жұлқып, үзіліп, өзеуреген ащы айғайы апатайының құлағына сап етті. Қызын бүркітше бүріп илеп жатқан екі орысты анасы екпінімен келіп, итеріп тастап, балапанын басқан ана құстай баласын бас салды. Алла, апатай! Аттаншы, аттан! Қуғыншылардың қарасын көріп, қыз өңгергенді қоя беріп, екі орыс аттарын тежей, мылтықтарын кезей бастады.